Қайырлы күн достар. Бүгін біз қысқы мезгілге осындай ассорти компот жасайтын боламыз. Өте керемет, дәмді болып шығады. Әртүрлі жемістерден жабатын боламыз. Яғни менде нектарин, виноград және де сливадан жаптым. Өте керемет, дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қарап кетіңіздер. Біз осы ең бірінші осындай жемістерімізді, фруктыларымызды жақсылап 2-3 қайтара жуып алатын боламыз. Барлығын бөлек-бөлек өстіп жақсылап жуып дайындап аламыз. Сіздер компотқа жабатын жемістерді міндетті түрде тастай жемістерді таңдағандарыңыз жақсы. Жұмсақ болса, егерде ол ыстық су құйған кезде жарылып кететін болады. Ендігі біз осылай крышкамызды қайнатып аламыз, суымызды қойып қоямыз және банкілерімізді содамен жақсылап жуып алып, одан кейін стерилизовать етуге осылай буға қайнатамыз. Одан кейін барлығын қайнатып дайындап болғаннан кейін жемістерімізді орналастырып барлығына бөліп салатын боламыз. Мен нектариндердің барлығын реттеп, тастайларын және шірімегендерін барлығын алып бөліп салып қойдым. Ендігі өстіп барлығын бөліп саламыз банкімізге. Менде 3 литрлік банкі. Менде осы 7 банкі шықты. 3 литрліктен барлығына өстіп салып шығып, одан кейін дайындап алғаннан кейін қайнап тұрған суымызды осы жемістеріміздің үстіне банкімізге құятын боламыз. Барлығына құйып шыққаннан кейін 20 минутқа крышкаларын, яғни қақпақтарын жауып қойып қоятын боламыз. Міне қойып қойдық. Енді біз 20 минуттан кейін бұны біз қайтадан кастрюлемізге құятын боламыз. Суын қайтадан құйып, қайнатып алады, осы суды қайнатып алатын боламыз. Одан кейін менде 3 литр банкіге 300 грамм қант салдым. Сіздер 2 литр болса, 200 грамм қант салсаңыздар болады. Барлық қанттарын салып болғаннан кейін қайнаған суымызды құйып шығатын боламыз. Барлығын құйып болғаннан кейін крышкаларын жауып, 5 минуттан кейін закрывашкамызбен жаба берсеңіздер болады. Суытпай тезірек жауып тастағандарыңыз жөн. Мен закрывашкамен қаттырақ өстіп басып, бар күшімен жақсылап жауып алыңыздар. Егер дұрыс жабылмаса, сіздердің компоттарыңыз атылып кетуі мүмкін. Одан жақсылап дұрыс жабылған тексеріп алыңыздар. Мен өстіп дөңгелетіп барлығын тексеріп аламын. Су ақса, ол дұрыс жабылмаған деген сөз. Осылай барлығын жауып, төңкеріп, бетін одеялмен жауып қоямыз бір күнге. Біз бір күннен кейін осылай біздің компотымыз дайын болып шықты. Өте керемет, дәмді болып шығады. Сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен болған Гүлсамал.